Сәлем достар, 1974 жылдан 2017 жыл аралығында барлығы 9 фильмін жарыққа шығарған франчайз Техас Chainsaw Massacre киносы дәл қандай кино екен? Бәріміз бірге қызықтайық. Видеоны бастамастан бұрын осы видеоға лайк басып, артынша каналға тіркеліп кетіңіз. Әрине сіз мені қолдағыңыз келсе. 2003 жылы жарық көрген Техас Chainsaw Massacre бұлайша бұл франчайзының 6-шы киносы. Техас Chainsaw Massacre бұл кино қазақ тіліне ресми түрде аударылмағандықтан, мен өзім бұл кино атауын былай аудардым. Техастағы өлім оқиғасы. Басқа бірнеше варианттармен аудармақ болдым. Бірақ олар маған тым ерсі, құлаққа жағымсыз естілгендіктен осылай аудардым. Сіз өз вариантыңызды комментке қалдырыңыз. 1 сағат 53 минутқа жалғасатын хоррор слэшер жанрындағы кино былай басталады. Бір журналист бір оқиға орнына барады, және ол оқиға өте қорқынышты еді. Адам өлімі. Журналист пен оператор камера ұстаған адам. Екеуі 2 қабатты үйдің жертөлесіне түседі. Келесі кадрда 5 жастар шығады. Олар Эрин, жас қыз. Бұл кейіпкер өте маңызды емес. Ол мені танымайды, мен оны танымаймын. Қысқасы, бұл кейіпкерді ұмытайық. Артынша Морган, Кемпер, Эндилер еді. Ол бесеуі көлікпен келе жатады. Серуен тәріздес. Жолда бір қызға кезгеді. Оны көлікпенен қағып кете жаздайды. Солай әрі қарай Эрин мен әлгі жас қыз ол қызды көлікке отырғызып, мән-жайды сұрайды. Не болды? Не болған саған? Дегендей. Бірақ жігіттер ол қызды көлікке отырғызуға қарсы болған еді. Бірақ ол екеуі күш бермей, ол қызды көлікке отырғызып алады. Сол сәтте әлгі қыз сөйлеп, бәріміз өлеміз. Ол бәрімізді өлтіреді, дейді да артынша. Осы жерінен бір мылтық пистолет шығарып, кеп өзін атып салады. Әлгілер көлікті тоқтатып, көбісі алғаш рет өлген адам көрген екен. Сол себепті құсып, жылап, шыңғырып, арасынан төбелесіп алады да, әрі қарай осы маңдағы шерифті іздеуге аттанады. Әлгі қыздың мәйітін табыстау үшін жолда бір кафеге тоқтап, жол сұрап алып, әрі қарай жорғын жалғастырады. Ол бесеуі бір ескі құрылысқа келеді. Шериф осы жерде болу керек деген ойменен. Бірақ ол жерде ешқандай да шериф болмайды. Содан бесеуі әлгі өлген қыздың мәйітін осы жерге тастап кетейік деп дауысқа салып жатқан кезде құрылыстың ішінен біреу жүгіріп өте шығады. 5 дос ол не болғанын білмек болып құрылыстың ішін аралайды. Аралап жүріп бір балаға кезігеді. Және де әлгі баладан шерифтің қайда тұратынын сұрап біліп алады. Содан Кемпер мен Эрин шерифпен кезігуге кетеді. Ал әлгі бала мен қалған үшеуі көліктің астында әлгі қыздың мәйітінің қасында қалады. Кемпер мен Эрин 2 қабатты бір үйге келеді. Ол үйде 2 аяғы жоқ арбадағы бір шал шығып келеді. Әлгі екеуі әлгі шалдан шерифті сұрайды. Шал болса оларға, шериф мұнда тұрмайды. Керек болса менің үй телефоныммен оған сөйлесіңдер. Мен нөмірін теріп берейін дейді. Шал артынша, үйім өте таза, аяқ киіміңді шешіп кір. Және сен деп Эринге қолын сілтеп, Эринді үйге кіргізеді. Ал Кемпер жігіт есік алдында тұрады. Шал қызға шерифтің нөмірін теріп беріп жалғайды. Осы кезде шериф әлгі қалған 3 жаспенен көліктің қасына келеді. Келесі кадрда шериф қызға 30 минутта сонда боламын деп айтады да тұтқаны қояды. Эрин, рахмет сізге деп кетке жатқан кезде әлгі шал, маған көмектесесіңдер ме деп қызды шақырып алады. Бұл кезде жігіт күтуден жалағып, үйге кіріп, Эринді іздей бастайды. Бұл кезде әлгі үшеуі шерифке мән-жайды түсіндірмек болып барлығын баяндап жатқан еді. Үйді шарлап жүрген жігітті, Кемперді арт жағынан біреу келіп, балтаменен бастан періп, жарақаттап бір бөлмеге сүйреп кетеді. Бұл дауыстарды естіген қыз шалға көмектесуін қойып, басқа бөлмеге қарай кетіп қалады. Және де Кемпердің есімін шақырып, іздей бастайды. Бұл кезде шериф қызды дорбаға орау үшін Эндиді көмекке шақырып, екеуі әлгі қыздың денесін дорбаға орай бастайды. Қыз қайтып барып шалдан Кемпердің қайда екенін сұрайды. Шал оған,
Білмеймін, бірақ дәл менің үйімде емес деген жауап беріп қайтарады. Осылай қыз үйден шығып кетіп қалады. Шериф әлгі қыздың мәйітін өзінің көлігіне салып ап кетіп қалады. Эрин әлгі үшеуіне келіп, шериф келетін болды, дейді. Ал әлгілер оған денені шериф алып кеткенін айтады. Эрин не деген қызық ол, 30 минуттан кейін келемін деп еді ғой, дейді да артынша кемпір қайда дейді. Әлгілер оған Эринге, ол сенімен кетті емес пе деп өзіне сұрақ қояды. Төртеуі аң-таң болып кемпірді іздеуге кетеді. Артынша олар екіге бөлінеді. Эрин енді кемпірді іздеуді жалғастырады, ал Морган мен әлгі жас қыз көлікке қайтып барады. Энди мен Эрин екеуі әлгі екі қабатты үйге келіп, Эрин әлгі шалды алдап, біраз бөгей тұрмақ болады. Ал Энди үйге кіріп, кемпірді іздейді. Энди үйді аралап жүріп, бір затты құлатқаннан қатты дауыстар естіліп, шал мен Эрин үйге кіреді. Шал ашуланып, сен менің үйімде не қылып жүрсің? Кәне, балақай, көрін, дегеннен бір бөлмеден тоқ ара ұстаған біреу шығып келіп, Энди мен Эринді қуады. Ара ұстаған бұл адамның шын есімі Томас Браун Хевит, ал лақап аты Leatherface, былайша тері бет деп аталады. Сол себепті әрі қарай бұл жігітті Leatherface атаумен атаймын. Leatherface Эндидің бір аяғын арасыменен кесіп қолға түсіреді. Артынша оны әлгі бөлмеге алып кетеді. Бұл кезде Эрин әлгі көліктеріне екі досының жанына келіп, көлікті тамызбақ болады, бірақ көлік оталмайды. Және де әлгі екеуінен әлгі қыз өзін атып өлтіргендегі мылтық қайда екенін сұрайды. Ол екеуі шериф алып кеткен деп тіл қатады. Эриннен не болғанын сұрайды. Сол сәтте әлгі шериф жетіп келеді. Эрин шерифке мән-жайды айтып береді. Сол кезде шериф көліктің алдынан бір есірткі тауып алып, әлгі үшеуін көліктен түсіріп, үшеуін тергей бастайды. Бұл кезде Leatherface әндетіп, кемпірдің бет терісін тігіп отырады. Бұлайша ол тек ет кесу шебері ғана емес, тігін шебері де екен. Түрі тым ұсқынсыз болғандықтан адамдардың бетін кесіп, ап өз бетіне тігіп алады екен. Уақыт өте тері кеуіп, қатқасын басқа адамды өлтіріп, соның бетін киеді екен. Қысқаша осылай. Шериф Морганды көлікке отырғызып, қыз өзін қалай өлтіргені туралы көрсет, мә деп мылтық ұсынады. Шериф Морганды қинай түседі. Морган былайша психологиялық шабуылға ұшырап, болмағасын мылтықты шерифке бағыттап, атпақ боп шүртпені басқан кезде мылтықта оқ жоқ боп шығады. Шериф Морганды шерифке шабуыл жасамақ болды деген айыппен ертіп кетеді. Көлікте Эрин мен жас қыз қалады. Шериф пен Морган көлікпенен кетіп бара жатады. Сол сәтте шериф телефонын алып, жолдамын, әлгі жерде екі қыз қалды, деп айтады. Бұл кезде Эрин мен оның құрбысы екеуі көлікті кілтсіз сымдармен тамызып, ап кетіп бара жатқан кезде көліктің бір дөңгелегі ұшып кетеді. Сол сәтте біздің Leatherface жетіп кеп, көлікті арлай бастайды. Эриннің құрбысы көліктен шығып қашып бара жатқанда Leatherface'ке ұсталынып, соның қолынан мерт болады. Артынша Эрин көліктен түсіп қаша жөнеледі. Leatherface оның ізінен түседі. Эрин бір үй көлік тауып алып, әлгі жерге кіреді. Және де ол жерде екі әйел бар еді. Олар Эринді жұбатып отырғызып қояды, шай береді. Эрин ол екеуінен телефон беруін сұрайды. Және де Leatherface туралы айтады. Ол екеуі, бізде телефон жоқ, дейді. Эрин сәлден кейін есінен танып құлайды. Оянып келсе бір үйде жатады. Әлгі шайда бірдеңе болған екен. Және ол жерде әлгі шериф пен әлгі жолда кірген дүкендегі кемпір жүреді. Кафедегі. Leatherface шығып келіп, Эринді жертөлеге апарып қамап салады. Ол жердің бір қабырғасында Энди ілініп тұрады. Эрин Эндиді ilmek темірден босатпақ болғанмен босата алмайды. Энди Эринге жалынып, өлтіруін сұрайды. Осылай Эрин Эндиді өлтіреді. Эрин бөлмені аралап жүріп, Морганға кезігеді. Сол сәтте киноның басына таман шыққан бала шығып келіп, екеуіне қашулары керек деп оларға жол көрсетеді. Морган бірталай жарақат алған екен.
Осы сәтте Лейтербейс арасын дырылдатып жетіп келіп әлгілерді қуады. Әлгі бала Лейтербейсті бөгіп, Эр мен Морганды басқа бір есіктен шығарып жібереді. Морган, Эрін екеуі бір үйге кіріп, тығылып, артынша Лейтербейс ол екеуін іздеп жүріп тауып алады. Содан Эрінді өлтірмек болып жатқан сәтте Морган тығылып отырған жерінен шығып келіп, Эрінді аман алып қалып, өзі Лейтербейстің қолынан қаза табады. Қарап тұратын уақыт жоқ, деп Эрін ойлайды да қашып кетеді. Артынша Лейтербейс қуады. Бір қашадан өтіп бара жатқанда Лейтербейс сүрініп құлағаннан өз аяғын аздап, аралап, мертіктіріп алады. Эрін қашып бір ет бұзатын, мал соятын жерге кіріп тығылады. Лейтербейс те оның артынша әлгі жерге кіреді. Эрін әлгі жерден бір пышақ тауып алады да бір жерге тығылып тұрады. Лейтербейс оны іздеп жүрген кезде Эрін тығылып отырған жерінен шығып келіп, Лейтербейстің бір жақ қолын шауып жүріп қашып кетеді. Біздің ара шебері тігінші өте нашар екен. Әлгі жерде Лейтербейс баж-бұж етіп қалып қалады. Эрін жолға шығып, бір КамАЗды тоқтатып, ішіне отырып алады. КамАЗ жүргізушісі әлгі жаққа, әлгілердің үйінің жолына қарай бара жатады. Эрін КамАЗ жүргізушісімен төбелесіп еді. КамАЗ иесі тоқтап, мен бұлай жүре алмаймын, деп жанындағы тұрған кафеге кіріп кетеді. Ол жерде Шериф пен әлгі кемпірлер жүр екен, бір сәби балаға қарап. КамАЗ иесі есік қағып әлгілерді шақырып мән-жайды айтады. Эрін болса КамАЗдан түсіп кафенің артқы есігіменен кіріп, сәбиді алып Шерифтің көлігіне отырып, жолдан Шерифті соғып қашып кетеді. Келесі кадрда журналист әлгі жер төлеге әлгі бөлмеге кіреді. Лейтербейс шығып келіп, бір жайттар болып, әлгі журналист пен оператор былайша камера ұстаған кісіні өлтіріп салады. Камераға Лейтербейстің бейнесі түсіп қалғанын, және де осы уақыттан бастап оны Лейтербейс былайша тері бет деп атап кеткені туралы баяндалады. Кино осылай аяқталады.